Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. КСРО мемлекеттік сыйлығының лауреаты, құрмет орденінің иегері, Қазақстан Республикасына еңбек сіңірген мұғалім Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева тірі болса биылғы жылы 1 мамырда 75-ке толар еді. 45 жылдық ұстаздық ізі қалған болмысының бүгінгі күні екінші тынысы ашылды деуге болады. Мен сіздерге қысқаша осы 5 жылда атқарылған республикалық ғылыми-әдістемелік зертханадағы жұмыстар туралы айтқым келіп отыр. Жұмысымыздың бастамасы ұстаздың әдістеме саласындағы мол мұрасын қорғау, сақтау үшін мұрагерлік құқық алынып, арнайы мөрін алудан бастадық. Сонымен қатар, республикамызда Қанипа Омарғалиқызына арналған тұңғыш оқу-әдістемелік педагогикалық мұражай кабинет іске қосылды. Ұстаздың көз тірісінде 9 атаулы зертхана филиалдары болса, бүгінгі таңда оның саны 19-ға жетіп отыр. Ұстаздың инновациялық педагогикалық тәжірибесін тарату мақсатында облыс республика көлемінде онлайн сабақтар, веб-семинарлар өтіп тұрады. Ұстаз атындағы тұңғыш педагогикалық мұражай кабинеті республика көлемінде өткен инновациялық педагогикалық идеялар фестивалінде 3-ші орынды иеленіп, алынған жүлделі орынның заңды жалғасы ретінде қазіргі заман талабына сай Қанипа Омарғалиқызының виртуалды мұражайы салынып, ұстаздың өшпес педагогикалық мұрасын республика көлемінде тарату, іс тәжірибесімен алмасу мақсатында Инста, YouTube парақшалары ашылып отыр. Ұстаз есімін ұлықтау, педагогикалық мұрасын ары қарай жандандыру мақсатында жазылған Қанипа тану авторлық бағдарламасы республикалық авторлық бағдарламалар сайысында жүлделі 2-ші дипломмен марапатталса, ой тастау, ойланту, ойлау технологиясы тарих сабағындағы тақырыбында жазылған авторлық бағдарлама республикалық авторлық бағдарламалар сайысында 1-ші орынды иеленіп, ұстазды зерттеу жұмыстары жалғасын табуда. Дарынды балаларға арналған Жамбыл атындағы мамандандырылған мектеп-гимназия қабырғасында оқушылардың ғылыми зерттеушілік қабілетін дамыту барысында дәстүрлі түрде Қанипа күні апталығы өтіп тұрады. Зертханада сонымен қатар 4 орталық ашылып отыр. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің филология факультетінің ғимаратында, Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің оқу ғимаратында, Астана қаласындағы нөмірі 64-ші мектепте атаулы кабинеттері ашылып отыр. Бүгінгі таңда Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының Шығыс Қазақстан өңірлік білімдегі жаңа технологиялар орталығының директоры Коваленконың қолдауымен 3-ті форматындағы Қанипа әлемі журналы жарыққа шықты. Қанипа Бітібаеваның республикалық ғылыми-әдістемелік зертханасы ұстаз өмірден өткеннен кейінгі жылда атқарылған іс тәжірибесі тұңғыш рет Толғасы биік жанның аты аңыз атты естелік жазбалары жарыққа шықты. Сонымен қатар, Семей қаласының нөмірі 37-ші мектеп-гимназиясындағы Қанипа Бітібаеваның республикалық ғылыми-әдістемелік зертханасының филиалының жетекшісі Жәкенова Құралай Құралтайқызы қалдырған ізің мәңгілік атты әдістемелік құралы жарыққа шықты. Аягөз қаласы қалалық көпсалалы қазақ мектеп-гимназиясындағы зертхана филиалының жетекшісі Барбосова Айнұр Молдағалиевна қазақ әдебиеті пәнінен оқушыларды ғылыми жобаға бағыттау жолдары атты әдістемелік құралы жарыққа шықты. Сонымен қатар Айнұр Молдағалиевна Польша мемлекетінің Варшава қаласына барып, халықаралық конференцияға қатысып, Қанипа Бітібаева технологиясы жан-жақты дамыған, жаны ізгі тұлға қалыптастырудың кепілі тақырыбында баяндама жасап қайтты. Алматы қаласында жарық көрген мұғалім атты республикалық ғылыми-әдістемелік журналдың нөмірі 3-ші саны тұңғыш рет толығымен ұстаз өмірі мен іс тәжірибесіне арналды. Қанипа Омарғалиқызы Бітібаева атындағы атаулы республикалық зертхана халықаралық ЮНЕСКО клубының атағын алды. Алматы қаласында Алтын глобус халықаралық оқу-әдістемелік ғылыми
инновациялық академиясының директоры Абай Шүйіншәлі Серікұлының ұйымдастыруымен Қанипа Омарғалиқызы Бітібаеваның педагогикалық мұрасын насихаттауға арналған халықаралық ғылыми тәжірибелік конференция өтті. Алматы қаласынан Қанипа Бітібаева атындағы ғылыми әдістемелік орталық тұңғыш рет ашылып отыр. Сонымен қатар Қанипа Бітібаеваның атына тұңғыш төсбелгі жасалынды. Ол төсбелгі біздің үздік республика мұғалімдерімізге таратылды. Қазіргі таңда жылына 4 рет баспаға шығатын «Инноватор» атты ғылыми әдістемелік журнал жарық көруде. Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжі және де Шығыс өңірлік орталығының ұйымдастыруымен ғылыми әдістемелік семинарлар, Бітібаева оқулары дәстүрлі түрде өтіп тұрады. Шығыс Қазақстан облысы білім басқармасының басшысы Жұмадилова Сайрангүл Ахметкариевнаның қолдауымен құрметті ұстаз Қанипа Бітібаеваның өшпес педагогикалық мұрасын республика көлемінде тарату мақсатында типография беріліп отыр. Дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиетінен өтетін олимпиаданың тұңғыш гимні жазылды. Сәрсен Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университетінің ректоры Мұхтар Әлібекұлы Төлеген мырза бір студентке арнайы 5 жылдық грант ұсынды. Ұстазды ұлықтау мақсатында Қарағанды Өскемен қаласының педагогикалық колледжінде Өскемен қаласының педагогикалық колледжінде республикалық конференциялар өтіп тұрады. Бітібаева Қанипа Омарғалиқызының туғанына 75 жыл толуына орай қарағандылық әріптесіміз ақын Жапарқұлова Айнұр «Сарқылмайтын сағынышым Ханапа» атты жүрек жарды сағынышын шығарды. Қанипа Омарғалиқызының педагогикалық еңбектері ағылшын тілі мен орыс тіліне аударылу бүгінгі таңда жоспарымызда бар. Ұстаз мұрасын ұлықтауда Шығыс Қазақстан гуманитарлық колледжінің студентіне ұстаздың атынан сіңілісі Аханова Бақытжан Омарғалиқызы жыл сайынғы шәкіртақы тағайындап отыр. Құрметті әріптестер, мен сіздерге ұстаз Қанипа Бітібаеваның республикалық ғылыми әдістемелік зертханасының 6 жылғы жұмысына қысқаша ғана мәлімет беріп кеттім. Білім саласындағы түбегейлі өзгерістер, білім беру парадигмасы, оқушы дарындылығын дамыта оқытуды күн тәртібіне қойып отырған кезде, Қанипа Бітібаеваның іс тәжірибесі оқушы субъекті дамытуда қосар үлесі зор. Жоспар көп, алдыға қойылған мақсаттарға жету үшін әлі де көп жұмыстар жоспарлаудамыз. Назарларыңызға рахмет.